Ыбырайым пайғамбар 90-ға келгенше сәби сүймепті. Себебі оның босағасында бір жылан мекен ететін. Ол күнде інінен шығып, көзін сықситып, айыр тілін сумаңдатып, Халилде бала болмасын, ұрпағы болмай сорласын деп қарғайды екен. Бір күні пайғамбардың шатырына дегелек келіп қонады. Ол жыланның арамза тілеуін естіп қояды. Содан босағаға жақын келіп, іннің аузын аңдып жатады. Жылан әдеттегідей іннен басын шығарып, Халилде бала болмасын, ұрпағы дей бергенде, дегелек оны шап беріп тұмсығымен қысып алады. Жылан да шалт екен, құстың мойнына ширатылып, беріспей тұрып алады. Екеуі ұзақ айқасады. Дегелек тырнағымен бүріп, тұмсығымен тістеп жүріп әрең дегенде жауызды жайратады. Сол сәтте пайғамбар да жетіп үлгерген еді. Ол өлі жыланды көріп, оқиғаның мәнісін бірден ұғады. Дегелекті қанатынан сипап, адамның қуанышы бол, баласы жоққа үміт берер, жұбанышы бол деп батасын береді. Дегелек сол жерде тұрақтап, пайғамбардың шатырына ұя салады. Күнде Құдайға жалынып, Халиоллаға ұл беруін сұрайды. Көп өтпей, Бибі Ажар анамыз босанып, өмірге Ысмағұл деген ұл әкеліпті. Содан бастап ел арасында дегелек сәби шақырады деген ырым қалыпты. Каналдың дамуы үшін тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын.